Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы көшпелілер туралы түсінік. Понятие о кочевниках. Жаңа сөздермен танысамыз. Көшпелілер кочевники, өркениет цивилизация, мал шаруашылығы скотоводство, көшу қону кочевать, қауымдастық сообщество, тіршілік ету жить, әсер ету влиять, жартылай шөлейт полупустыня, ылғал влага, аймақ регион. Оқушылар жаңа сөздер мен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға үйреніңдер. Суреттерді сөздермен сәйкестендіріңдер. Даны картинки, которые вам нужно сопоставить со словами алтын адам, көшпелілер, Томирис патшайымы, жауынгерлердің шайқасы. Ал енді оқушылар, өздеріңді тексеріңдер. Я надеюсь, ребята, что ваши ответы совпали с нашими ответами. Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді оқып, аудармасын тыңдаңдар. Көшпелілер деген кімдер? Кто такие кочевники? Көшпелілер өркениеті мал шаруашылығымен айналысатын, белгілі бір қалыптасқан жүйемен көшіп қонып тіршілік ететін адамдардың қауымдастығы, өркениеті. Кочевая цивилизация – это сообщество, цивилизация людей, которые занимаются животноводством, мигрирует по определенной устоявшейся системе. Көшпеліліктің шығуына географиялық орта мен ауа райы әсер етті. На происхождение кочевничества повлияли географическая среда и погода. Көшпелілік белгілі бір геофизикалық, табиғи климаттық аймақтарда қалыптасады. Кочевничество формируется в определенных геофизических, природно-климатических зонах. Бұл қандай аймақтар? Олардың экологиялық жүйесі қандай? Что это за регионы? Какова их экологическая система? Әдетте бұл далалы, жартылай шөлейт, шөл және құрғақ далалар, тау бөктері, тау қойнаулары. Как правило, это степные, полупустынные, пустынные и сухие степи, предгорья, горные недра. Мұндай жерде көбінесе жаңбыр аз, жылдық ылғалдың мөлшері 200-400 мм арасында ғана болады. В таком месте часто бывает мало дождей, годовая влажность составляет всего 200-400 мм. Осындай аймақтарға Қазақстан да кіреді. В такие регионы входит и Казахстан. Ребята, теперь по тексту ответьте на вопросы. Сұрақтарға жауап беру. Көшпелілер немен айналысады? Көшпеліліктің шығуына не әсер етті? Көшпелілік қайда қалыптасады? Табиғи климаттық аймақтарға не жатады? Мұндай аймаққа Қазақстан кіре ме? Ребята, самостоятельно постарайтесь ответить на вопросы по прочитанному тексту. Көшпелілер немен айналысады? Чем занимаются кочевники? Көшпеліліктің шығуына не әсер етті? Что повлияло на образование кочевничества? Көшпелілік қайда қалыптасады? Где формируется кочевничество? Табиғи климаттық аймақтарға не жатады? Что относится к природно-климатическим регионам? Мұндай аймаққа Қазақстан кіре ме? Таким регионам относится Казахстан? Ал енді өз
жауаптарыңды тексеріңдер. Ну а теперь давайте проверьте свои знания. Ответы на вопросы. Көшпелілер немен айналысады? Көшпелілер мал шаруашылығымен айналысады. Кочевники занимаются скотоводством. Көшпеліліктің шығуына не әсер етті? Көшпеліліктің шығуына географиялық орта мен ауа райы әсер етті. Образованию кочевничества повлияла географическая среда и погода. Көшпелілік қайда қалыптасады? Көшпелілік белгілі бір геофизикалық, табиғи климаттық аймақтарда қалыптасады. Кочевничество формируется в определенных геофизических и природно-климатических регионах. Табиғи климаттық аймақтарға не жатады? Табиғи климаттық аймақтарға далалы, жартылай шөлейт, шөл және құрғақ далалар, тау бөктері, тау қойнаулары жатады. К природно-климатическим регионам относятся степные, полупустынные, пустынные и сухие степи, подножие гор и горные недра. Мұндай аймаққа Қазақстан кіре ме? К таким регионам относится Казахстан. Мұндай аймаққа Қазақстан кіреді. К таким регионам относится и Казахстан. Ал енді сабақты қорытындылайық, кері байланыс жасайық. Бүгін сабақта қандай тақырып өттік? Какую тему мы сегодня на уроке прошли? Көшпелілер сөзі қалай аударылады? Как переводится слово көшпелілер? Кочевники. Көшпелілер немен айналысады? Чем занимаются кочевники? Көшпеліліктің шығуына не әсер етті? Что повлияло образованию кочевничества? Оқушылар, осы сұрақтарға жауап беру арқылы сабақты қорытындылап, бүгін сабақта не өткендеріңді түсінген боларсыңдар. Жақсы, сабақ аяқталды, сау болыңдар.